Жылдам ескерту таралды. Көріңіздер. Сәлеметсіздер ме қымбат көрермен, біздің арнамызға қош келдіңіз. Әлемде және Қазақстанда болып жатқан жаңалықтарды ең біріншілерден болып білгіңіз келсе, арнамызға жазылып, лайк басып ұнатпаңыз. Алматы полициясы интернет алаяқтардан сақ болуға шақырады. Алматы полициясының мәліметінше, алаяқтар көбінесе келесі қылмыстық тізбектерді пайдаланады. Банктік қауіпсіздік қызметінің қоңырауы: алаяқтар сіздің шотыңызға күдікті транзакциялар туралы хабарлайды және шоттарды қорғау үшін шотыңыздан аударымдар жасау керек деп сендіреді. Ұлттық қауіпсіздік комитетіне және басқа да құқық қорғау органдарынан қоңырау шалу. Ұялы байланыс операторынан қоңырау шалу. Алаяқтар өздерін ұялы байланыс операторларының қызметкерлеріміз деп таныстырып, SMS картаңыздың мерзімі аяқталуына жақын хабарлайды. Брокерлердің қоңырауы: алаяқтар айына 50%-дан астам кірістілікпен алтынға акцияларға пайдалы инвестиция жасауды ұсынады. Жоқ өнімді немесе қызметті сату. Басшыдан келетін хабарлама: алаяқтар мемлекеттік органдардан немесе жеке ұйымдардың жоғары лауазымды басшыларының атынан WhatsApp мессенджерінде аккаунт ашып, оның ашық дерек көздерден алынған суретін өздерінің аватарына салып, сосын қол астындағыларына түрлі сылтаулармен жедел түрде үшінші адамдардың әртүрлі шоттарына ақша қаражатын жіберу қажеттігі туралы жазады. Видеомыз кеңінен таралу үшін лайк басып жақындарыңызға таратуды ұмытпаңыз. Алайда жақсылық тарату, оны жасаумен тең екенін ұмытпайық.